Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен саңырау құлақтан өте дәмді болып шығатын салат әзірлеуді көрсететін боламын. Барлық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен саңырау құлақтарымызды суға тұз салып қайнатып алатын боламыз. Менде 5-10 минуттай қайнады. Енді бұны турап шығатын боламыз. Осылай орташа қылып тураймыз. Егер сіздерде саңырау құлақтарыңыз кішкентай болса, оны 2-ге 3-ге бөліп қоя саласыздар. Сіздердің саңырау құлақтарыңыз егер консерва банкіде болса, оны қайнатып алмаймыз. Осылай турай салатын боламыз. Енді бір пиязымызды алып, осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Тәтті бұрышымызды да дәл осылай майдалап тураймыз. Сарымсағымызды да осылай тураймыз, немесе езетіндеріңіз болса, езіп шығатын боламыз. Жаңелде турап алған пиязымызды енді майға қуырып алатын боламыз. Міне осылай болу қажет. Осындай кезде оттан алып, саңырау құлақтарымыздың үстіне майымен бірге салатын боламыз. Үстінен майдаланған ащы бұрыш және де бұрыш, сарымсақ, турап алған бұрышымызды саламыз және де үйдегі бар көкөністерімізді салатын боламыз. Менде укроп болды және де китайский тұз салдым және де жарты шай қасық уксус құйдым. Бір шай қасық қант салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырған салатымызды 2-3 сағатқа холодильнигімізге салып қоямыз. 2-3 сағаттан соң алып дастарханымызға тарта беруімізге болады. Өте дәмді, өте ерекше салат. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.